Ассалаумағалейкум, қадірлі достар. Қарақалпақстан ана дияр атамасындағы нәубеттегі телекөрсетуімізді бастаймыз. Әлбетте, өтмішсіз, тарихсыз келешек болмайды дегендей, халқымыздағы үлкен бір бұндай гаптың ыбыраның артында үлкен бір мәнілер жатыр. Себебі біздің жұртымыз, біз жасап атырған ана дияр, ұлы жіпек жолы бойында жайласқан, батыс пенен шығысты тұтастырып тұрған ескіде үлкен бір цивилизация орайы болған ел екендігі мәлім. Бүгінгі көрсетуіміз барысында Нөкіс районындағы Кердер қаласы, Қалаберді хайуан қала деп аталған үлкен бір қаладағы қолға алынып жатырған істер хақында сөз етеміз. Ойлап қарасақ, Орайлық Азияда жасаушы жергілікті әйемгі халықтардың бірі-біріменен достасуы һәм осындай ұзақ процестер нәтижесінде дәсепкі тұрғылардың жасау макалларының кейін ала қалаларға айлануы, осы қалалардың социалдық, экономикалық, мәдени һәм административтік орайлар сипатында да рауаждануына себеп болғанлығын ilmi зерттеулердің жұмағынан мәлім болмақта. Қарақалпақстан Республикасы аймақтарында да дәсепкі Кердер мәдениетінің қалыптасуының өзінен ақ біздің диярымыздың да тарихының қаншелі ұзақ өтмішпенен байланысы екендігін дәлелдейді. Демек, бүгінгі көрсетуімізде Нөкіс районы аймағында жайласқан Кердер қожалығындағы айуан қаланың тарихы һәм бұл жерде алып барып жатқан ilmi қазу экспедицияларының әһмиеті көпшілікті қызықтырары тұрған гәп. Біз жасап отырған Өзбекстан, соның ішінде Қарақалпақстан Республикасы тарихи мәдени естеліктерге бай аймақ сипатында, ол ешкімге сыр емес, мәлімге мәлім. Бұл жерлерде сақталып қалған тарихи мәдени объектілер тек қана бір археологиялық бір табылма сипатында емес, ол біздерге өткен өтмішіміз хақында саза беріп тұратын бір халқымыздың бір тарихы, мәдениеті, цивилизациясының бір айнасы сипатында бізге сөйлесін береді. Халық арасында хайуан қала атамасымен таралған, кейінгі уақыттарда осы айуан қала атамасын ilmi айнасына кірту мәселесі қазір көтеріліп жатырды. Бұл осы орта ғасырлардағы Кердер мәдениетіне тиісті тарихи естелік болып, бұл жерде соңғы бірнеше жылдардан бері 2026 жылы археологиялық экспедиция жоғары шөлкемдескенлік дәрежеде өтті деп айта аламын. Хабарыңыз бар, 2023 жылы бұл археологиялық экспедиция халықаралық дәрежеге көтерілді. Сол жылдан бастап өзара түзілген шартнамаға муафық Россия Федерациясының Татарстан Ilmiler Академиясының Қалихов атындағы археология институты, Москва мемлекеттік университеті, Қазақстан Республикасының Қазақ Милли университеті алымларымен біргелікте қазу үйрену жұмыстарын алып бармақта. Солар қатары айуан қала тарихи естелігінде 2026 жылғы, яғни биылғы алып барылған қазу жұмыстары хақында тоқталып өтетін болсақ, бұл алдыңғы жылдарға қарағанда біздер үшін бір ахметлі вазифа болды. Себебі біз 2023 һәм 2024 жылдарда бұл аймақта қазу жұмыстарын алып барған уақытта тек қана жоғары қатламлар қазып үйренілді. Соңғы 3 жылдағы қазу жұмыстарының нәтижесі сипатында оны біз жұмақлауға мәсар болдық. Һәм бұл жұмақлау арқылы тарихқа байланысты бірқатар бақалы мағлұматлар алуға да біз мәсар болдық. Қанша біз төмен қатламларға түскен сайын бұл естеліктің тарихи, оның жасы, оның ол хақындағы ертерек мағлұматларға ие болу мүмкіншіліктеріне біз ие болдық. Енді археологияның тикарғы мақсаты, вазифалары, демек бұл біз үйреніп отырған естелікті мәдени қатламларын толығырақ үйрену жер ахметке ие болады. Біз айта аламыз, биылғы 2026 жылғы қазу жұмыстарының нәтижесінде, демек бұл айуан қалада алып барған раскоптағы мәдени қатламларды ақырына жеткіздік. Һәм бұл мәдени қатламлар әрбірі өз алдына үйреніліп, үжетлестіріліп, стратиграфиялық кезімлер алынып, демек өзінің жұмағына жеткізілді. Қарақалпақстан жерлері Әмударияның төменгі етеклерінде, Сырдария бойларында, яғни екі дария орталығы әйемгі уақыттардан бастап адамдардың әсірлер бойы жасағалығы, онда үлкен материалдық һәм рухи мәдениет өреткен халықтардан қалған естеліктер, мирасларымыз оғада көп екендігін көрсетеді. Бұл мираслар, естеліктер 18-19 әсірлерден бастап саяхатшылардың диққатын өзіне мәргиядай тартып, біздің өлкемізде көплеп қалалардың бар екендігін, халқымыздың тарихы жөнінде көплеп мағлұматтар жазып қалдырғанлығынан білсек болады.
20 әсірге келіп Хорезм археологиясы менен бірге біздің жұртымыздың да этнографиясы, экспедициясын дүнияға танытқан белгілі рус ілімпазы Сергей Павлович Толстовтың ізетлеулері нәтижесінде тарихы, археологиясы бойынша үлкен минетлер үйретілді. Әсіресе Қарақалпақстан жерлерінде, Әмудария етектерінде кердер мәдениеті деген бейтәкрар мәдениеттің қалыптескендігіне қызықты. Осы арқалы бұл жердегі орналасқан қалалардың тарихы менен біздің жергілікті археологларымыздың да көп жылдардан бері зерттеп, көптеген бақалы кітаплар, іліми минетлер дөретіп, дүниежүзілік конференцияларда өздерінің іліми құнды баянатларымен қатынасып атырғалығынан аңлаймыз. Сонымен бірге ғаресіздік жылдарында тарихымызды үйренуге деген ітібар күн сайын қолға алынып, бұл бағдарда ілімпаздарымыз жақсы жұмыстарды режелестіріп, күтілген мағлұматтарды алуға еріспекте. Кердер қаласына тиесілі мағлұматтар болса, елі де жаңаланып, қайта ізетленіп, тарихымыздың жаңа бетлерінің ашыла беретұғылығына негіз болары анық. Себебі өз дәуірлерінде көрлеп раважданған, үлкен цивилизация орайы қызметін атқарған бұл қала әрдайым өз құшағына елеге шекем ашылмаған сырларды жасырып тұрғанлығын білдіреді. Ойлаймыз, келешекте бұл қаланың сырлары әдеуір ашылып, жаңа деректерден саза береді. Өйткені ұлы екі дария аралығындағы Орта Азияның Египеті атанған Қарақалпақстан жері жаһан мәдениетінің әйемгі орайларының бірі. Бұл аймақта бұндан 2,5 мың жыл бұрын ілім, білім, мәдениет орайларына айланған ірі-ірі қалаларға тикар салынады. Ол жерлерден табылған әжайып әйкелдер, реңлі бояулар менен салынған дөретпелер һәм архивлік деректер жаһан мәдениетінің алтын қорынан орын алған. Біз марқұм археолог ғалым Мырзамұрат аға Мәмбетуллаев пенен өзі жасаған дәуірлерде осы қаланың іліми қазу жұмыстарында жүргізген сәубетімізді нәзеріңізге ұсынамыз. Қарақалпақстанның тарихы жүдә ертеден басталатынын аңлатады. Міне осылардың ішінде аборигенлер мәдениеті менен бір қатарда кердер мәдениеті қалыптасады. Кердер мәдениетінің үлкен қалаларының бірі, майданы 40 гектардан көбірек, Қышқаратау микроазиясының орайы болған Күйік қала. Күйік қала Шымбай районының аймағында жерасқан. Бұл қала осы дәуірде диқаншылық, шаруашылық, балықшылық, аңшылық елетлерінің мәканы болған. Аборигенлер мәдениеті менен кердер мәдениеті естеліктердің арасындағы айырмашылық сондан ibaret, егер кердер аборигенлер мәдениетінде үлкен хаулы қорғалар, жаплардың бойында, канал бойларында диқаншылық азислерінің дөңгелегінде жайласа, біз кердер мәдениетінің арасында бұл хаулы елетлерді көрмейміз. Ол хаулы елетлер үлкен жеке жер меншік иелері болып есептеледі. Кердер мәдениетінің қалалары ені 6-17 метр болған үлкен пақсалардан құрылады. Пақсалар менен оралып тұрады бұлар. Бұның ішіндегі құрылысы, ішкі құрылысы кердер мәдениетінің қалаларының. Ол жайлар массив түрінде, жай массив дейді, жай массивлер түрінде орналасқан. Соның үшінен суаққа шекем археологлар арасында міне іздеп атырған, тексеріп атырған 46 жылдан бері зерттеу жүргізіп атырған археологлар бұл кердер қалаларының ішкі құрылысы зерттеген жоқ. Ең келешектегі мәселе кердер қаласының ішкі құрылыстарын анықтау болады. Якуттың жазуына қарағанда, Якуттың орам араб саяхатшысы кердерлердің тілі я түрікше емес, я хорезмше емес дейді. Кердер халқының қожалығы хақында, мәдени тұрмысы хақында, діни байланыстары, мәдени байланысы хақында таза мағлұматлар жиналды. Қуанышы тареп сонда. Жақында Әженияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты ректораты һәмде осы институттың баспасөз қызметі тарапынан қалаға хабар құралдары уәкілдері қатынасуында кердер мәдениетіне тиесілі тарихи естелікте әмелге асырып отырған халықаралық археологиялық экспедиция шөлкемлестіріліп, осы орында медиатурда болып өтті. Диққатқа лайықты тарапы Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс район аймағындағы кердер мәдениетіне тиесілі болған Айуан қаланың тарихи естелігінде осы жылдың 3 май сәнесінен бастап археологиялық қазу жұмыстары әмелге асырылған еді. Осы халықаралық көлемде өткеріліп отырған экспедицияның археологиялық қазу жұмыстары менен келген меймандар жақыннан танысты. Мәлім болуынша,
су өткеріліп атырған халықаралық археологиялық экспедицияға Россия Федерациясы, Татарстан Республикасының Ілімдер Академиясы, Халик атындағы археология институтының директоры, тарих ілімдерінің докторы профессор Айрат Сыддықов, осы институттың үлкен іліми қызметкерлері Ренат Валиев, Антонина Убайдулина, Москва мемлекеттік университетінен зерттеушілер Николай Ткач, Елена Лысенко, сондай-ақ институттың тарих факультеті, профессор оқытушылары һәмде студент жастары белсене қатынасты. Организовать совместные археологические исследования по изучению средневековой культуры Кердера. Білімлендіру ілім тарауында Өзбекстан менен Татарстан республикалары арасында өзара ilmi байланысларды нығайту бағдарында шартнамалар түзісу арқалы бірге іслесулер жақсы жолға қойылмақта. Қаралпастандағы Нөкс мемлекеттік педагогикалық институты менен бірге біздің Татарстан Ілімлер Академиясы арасында түзілген шартнамаға муапық Нөкс районындағы Кердер қаласы, яғни Айуан қалада ilmi қазу жұмысларын алып баруларымыз көп мағлұматларды табуға тикар болмақта. Арал бойы регионындағы Туран ойпатында антик һәм орта әсірлерге тиесілі қалалардың көп екенлігі. Биылғы бұл ilmi қазу іслеріне 100-ден зият ханегелердің қатынасуы, әсіресе болашақ тарихшы археологлар бүгінгі студенттердің бұл іске қатынасулары келешекте олардың өмірінде өшпес із қалдыратұғынына сенемен. Бізде археологиялық лабораториялар жақсы рауажланған. Соның үшін дала әмелиятындағы қолға кіргізілген материалларды толығырақ талдау бойынша экспедиция қазу іслеріндегі өз тәжірибелерімізді үйретіп, жаңа методларды енгізуге де ерістік. Әлбетте бұл ilmi байланыстарға беккем тикар салынып атырғаны бізді қуандырады. Бұл байланыстар һәм қолға алынған іслерді системалы давам еттіріп, жаңа топология ілімін еледе кеңірек ұтымлы ұсулларын іске қосуда жаңа басқышқа біргелікте жетеміз. Осы арқалы бұл достық байланыстар өзінің жоғары нәтижелерін береді. Становятся очень важными и достижимыми. Әлбетте, қай жерде ілімге кең әхмет қаратылса, сол жұртта рауажлану да талапқа сай болады. Осы көзқарастан қарайтын болсақ, республикамыздың ілімпаз тарихшылары, археологлар менен этнографларымыз да дәуір талабына сай минет етуді өздерінің азаматлық парыз деп біледі. Әсіресе бұндай сауапты істе Әжене атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының тарихшы ілімпаздарының соңғы жылдардағы атқарып кетірген игілікті жұмыстарынан да көп нәрселерді білуімізге болады. Биыл әсіресе қызығушылық оятатұғын табылмалар сипатында біз бақылауымыз мүмкін. Яғни бұл жердегі нумизматикалық материалдарды біз көп айтуымыз мүмкін. Себебі бұл монеталар сауда істейтін бір құрал сипатында емес, ал сол дәуірдегі сол естеліктің қай жерлермен мәдени сауда байланыстары орнатылған хақындағы дерек беретұғын ахметлі табылма сипатында біз оны көруіміз мүмкін. Егер де осы бұл қазу жұмыстары уақытында бірнеше монеталарды тапқанбыз, бұлар өзі жетерлі дәрежеде, ендігі жұмысымыз сол монеталарды реставрация қылу һәм оны оқуға біз ерсе алсақ, демек бұл аймақтың қайсы дәуірлерде, қайсы сауда һәм қайсы экономикалық аймақлар менен бірге іслескенлігі һәм байланыстар болу хақында біз мағлұматқа ие болуымыз мүмкін. Бұның үстінде жұмыстары алып барылмақта. Себебі биыл бірінші мәрте табиғи ilmi анализдер алу жұмыстары алып барылды. Себебі бұл жерде табылған табылмалардан анализдер үлгілерін алдық. Демек бұл Өзбекстан Республикасы низамшылығына муафық мәдени мирас агентлігі тарапынан рәсмилестіріліп, демек бұл табылған анализдер үлгілері демек Россия Федерациясына заманауи лабораторияларға қайта іслеу үшін жіберілді. Бұл біздерге не береді? Яғни бұны біз табылмаларды анализдеу арқалы, демек мысалы үшін айтайық, топырақ үлгілерін алды. Мысалы бұл топырақ үлгілері арқылы сол уақыттағы қатылымдарда, мәдени қатылымдардағы табиғи орталық қандай өсімдіктер өсті, жердің, топырақтың несі қандай болды. Сонымен бірге мысалы үшін мыс һәм шеше бұйымдарының қалдықтарынан анализдер алып кетті. Бұл арқылы демек осы мыс өнімдерінің даярлайтын шикізат рудалары қай жерлерден алып келінді, сондай-ақ шеше бұйымдарының қайсы қалалардан алып келінгенлігі һәм олармен байланыстарын үйренуге мүмкіншілік беретұғын бір дерек сипатында бұны біз көріп отырмыз. Сонда айтып өту керек, биыл алдыңғы жылдардан farklı рәвіште тарих факультетінің бірінші һәм үшінші курс студенттері бұған кең қамдап алынды.
алдыңғы жылдарда тек бірінші курстарымыз баратын еді. Яғни бұл аудиторияның кеңеюі, яғни студент жастарымыздың демек тарихқа болған қызығушылығы, яғни сол қазу әмелеу жұмыстары тікелей қатынасуы, демек бұл далада топланған тәжірибені ешқандай бір аудиторияда алынған екіміздің бір теориялық білімдер орнай алмайды. Демек осы даладағы зерттеу жұмыстары арқылы студенттеріміз осы тарихқа болған, сол археология іліміне болған, сол мәдени мирасқа болған қызығушылығы артып баратқанын дерек береді. Студенттеріміз демек бұл жерде тікелей халқымыздың тарихымен жүзбе-жүз келеді. Демек оларды асырап абайлау, оны сақлау хақында, демек бұл жерде табылмалармен іздесу, оларды hüжжетлестіру һәм демек оларды сақлау бойынша білімдерге ие болып барады. Айтуға тұрарлы ұнамлы іс. Бұл институт ілімпаздарының ұнамлы басамасы текарында Кердер мәдениетінің археологиялық музейін шөлкөнлестіруін айтпай кетуге болмайды. Көпшілік біледі. Соңғы жылдар ішінде институтта шөлкөнлестірілген бұл музей негізінде халқымыздың өтміш тарихынан дерек беруші, орта әсірлерге тиесілі болған һәм кең пайдаланған үй өзгешілігі бұйымдардан күзелер, хумлар, аял қыздардың түрлі тағыншақтары, шише ыдыслар, балалардың ойыншықтары, пұл бірлігін атқарған, қолдан істенген әрқилы табылмалардан ібарат болған дүрдана бай экспонатлары менен әдеуір толысты. Бұлардың бәрі іліми археологиялық зерттеулер, қазу жұмыстарының нәтижелі жүргізілуі арқасында табылды. Сондай-ақ музей экспозицияларында ілімпаздарымыздың бақалы іліми минетлері де өз орнын тапқан болып, бұл жерге қадам басқан әрқандай адамда, әсіресе келешегіміз иелері болған жас әулетта өз тарихымызды үйренуге болған қызығушылығын арттыруына негіз болары анық. Ushbu o'quv dala amaliyoti misolida biz ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xususan, biz darsda olgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llash orqali yangi ko'nikmalarni shakllantirdik o'zimizda. Xususan, bu Kerder madaniyatiga oid manzilgoh hisoblanib, o'zi xronologik jihatdan 7-11 asrlarga tegishli hisoblanadi. Unda eng ko'zda tutilgan narsa ilk shahar alomatlari hisoblanadi. Biz bu o'quv dala amaliyoti misolida ko'plab keramika mahsulotlari, sopol buyumlar, tangalar va shisha buyumlarini topdik. Bizga xususan bu amaliyot nazariyaga nisbatan qaraganda katta ta'sirotli va qiziqarli o'tdi. Bizga bu amaliyot do'stlarimiz bilan fikrlar almashishga va bilimlarimizni kengaytirishga yordam berdi. Biz bu amaliyotda zamonaviy texnikalardan foydalanishni o'rgandik. Xususan niveller asbobi yordamida qal'alarning o'lchamlarini aniqlash va ularning qal'alarning o'lchamini aniqlashda foydalandik. Bizga bunda Rossiya Federatsiyasi katta olimlari yordam berdi. Bu amaliyotga yana qatnash ishtiyoqini paydo qildi. Kelgusida agar yana o'tkazilsa, biz bu amaliyotga qatnashamiz deb o'ylayman. Тұрсында да, Кердер мәдениеті жөнінде біз тарихшы археологларымызбенен барған сайын кең білімге ие болмақта. Өйткені қаншама терең іліми дәлелдерге сүйеніп, мағлұматларға ие болғанда ғана тарих зербарақтарын ашу соншама оңай һәм жеңіл болады. Зерттеулердің анықтап болжағанындай, Кердер деген қалаларда бір уақытлары оқу орындарының болғанлығы да анықталмақта. Әттеки Византия, Қара теңіз һәм басқа елдер менен де қатынастықта болғанлығы 9 әсір, ондан ары біздің эрамызға шейінгі дәуірлерді өз ішіне алып кететұғылығына гуа боламыз. Осындай материалдық мәдениетқа, жазба деректерге, әсіресе төк қаланы қазған уақытта ассуар үйлерде жазылған жазулар, аял қыздардың суретлері, қол таңбалар кімді болса да таң қалдырары тұрған гәп. Халқымыздың тарихи өтмішсіз келешек жоқ дегендей, біздің ең алдыменен өзіміздің ата-бабаларымыздың жасап өткен дәуірлерін, олардың тұрмыс қалпын, тарихын үйренбей тұрып, келешекке нық қадам таслай алмаймыз. Сондықтан да ғаресіздік жылдарында халқымыздың өз тарихын зерттеуге һәм үйреніп шығуға кең жол ашылып, бүгін бұл тарауда елеулі жұмыстар қолға алынбақта. Міне қазір биылғы 2026 жылы алып барылған қазу жұмыстары археологиялық алдыңғы жылдардан уже farq қылады. Себебі алдыңғы жылдарда текарынан қазу жұмыстарын алып барған уақытта бұл жерде мәдени қатламларын бір-бірімен салыстырмалы тәрізді үйренген болса, биылғы алып барылған
раскоптағы қазу жұмыстарының нәтижесінде демек біз жаңа жоғарыда айтқандай мәдени қатламлар қатлам демек үйреніліп оның кесімдері алынып демек анализ жасалды. Яғни бұның өзі де қазір осы уақытқа шейінге анықталған тарихи деректер фактқа мағлұматларды өзгертуі мүмкін. Әлбетте бұл тәрізді давам етуіміз, себебі бұның себептерінің бірі міне шетел ілімпаздармен бірге істесуіміз, демек олардың демек археология тарауындағы тәжірибелерін біздің демек қазу жұмыстарында қолдануымыз арқылы бұл нәрсе демек артып барып жатыр. Келешекте бұның тек тоқтап қалмайды. Демек біз бір ғана объектін жұмақлаған болсақ, енді бұның басқа аймақтарында демек осы тәрізде қазу жұмыстар алып барылады. Мен ойлаймын, бұл келешекте өзінің айтқандай бір тарихымызды кеңірек жарытуға, көбірек деректермен байытуға һәм сол бостықты толтыруға өзінің жәрдемін береді деп ойлаймын. Бұл қазу жұмыстарының арқасында біргелікте халықаралық үлкен жоғарыда айтқандай грантларды бүйірге алып келу мәселелері бар. Жылдың күз айында 3 жылдық қазу жұмыстарының нәтижелері бойынша үлкен халықаралық ilmiy konferensiya shulkumlashtiruv masalasi ham bu yerdagi olimlarning fikrlarini uyrenib, buni demak ilmiy aylanishga kirituv bo'yicha da demak жұмыстар алып барылып жатты. Біз туылып қамалға келген ата жұрт, ана топырақ, ең қастерлі жер болып табылады. Ал бұл жерлерде әлі қашаннан ақ ілім, білім рауажданған десек асыр айтқан болмаймыз. Кіндік қанымыз тамған бұл жерлер айемгі шығыс цивилизациясы орайларынан саналған ертедегі кердер мәдениеті өз дәуірлерінде әр тарихлеме рауаж тапқан. Ерте һәм орта әсірлерге тиесілі болған әһмиетлі объекттердің бірі есепталған Кердер қаласы ескі Шортанбай дариясының бойында жайласқан. Кердер мәдениетіне тиесілі археологиялық естеліктерге Төк қала, Гауыр қала, Күйік қала, Қорғанша, Қырантау қаласы, Қырықжігіт қаласы, үстірттің шығыс жайлауларындағы Жарқын құдық, Дуана қабірсталлары кіреді. Халқымыз тарихы һәм мәдениетінде өзгеше әһмиетке ие бұл естеліктеріміз арадан қаншама жылдар өтсе де өз құнын жойтпастан ілімпаздарымыз тарапынан тынымсыз зерттеліп келінбекте. Тарихшы студенттер сол аудиторияда алған білімдерімізді амилетқа барып, ол жердегі, мысалы біздер аудиторияда алған білімдерімізді, мысалы кітапларды оқығанбыз да, одағы оқиғаларды, сол ата-бабаларымыздың қандай пайдаланғанын деп көз алдымызға сәулелендіріп көрген болсақ, амилетта өз көзімізбен сол өтміштегі затлардың бөлеклерін қолдарымызбен ұстап сезінген халда, сол ата-бабаларымыздың пайдаланған затларын, бұйымларын ұстап көріп, әрбір табылған бұйым экспонаттан кейін біз сол тарихшы, яғни тарих факультетіне тапсырғанымызға қатты қуандық. Амилиятымыз 2 апта давам еткен болса, ол 2 апта біздер үшін 2 күнде тез өтіп кетті. Қазу процесінде біздер жерлерді шөткілеп деп, экспонат басқа тас бұйымдарын іздеп жатқан уақытымызда, сол үлкен-үлкен көзенің бөлеклері шығады. Сол уақытта қуанып біздер ұстаздарымыз бөлек жақта тұрады да, сол қазылмалы сақланатын жерде ұстаздарымызға дейін ұзақ аралық болса да, сол жаққа дейін жүгіріп барып, қуанып, ұстаздарымызға мақтанып, айтып бердік, сол мынандай затлар біздер таудық өзіміз қазу процесінде деп. Амилиятта менің текарғы вазифам керамика бұйымдарын шифрлау болды, яғни әрбір керамиканың табылған кішкене бөлеклеріне, яғни хайуан қала 2026 жылғы табылған нешінші экспонат екені сол цифрын һәмде тұрған ізбеліктегі санын жазу мен вазифам болды. Тарихи деректерге сүйенер болсақ, Кердер мәдениеті естеліктері 6-12 метр дивал қаршыларымен оралған қалашалардан ібарат болып, ол жерлерде тұрақ жайлар тығыз жайласқан массивлерден тұрады екен. Естеліктердің үстінде отаулардың орылары ұшырасады. Бүгінгі күні көзқарасынан алып қарайтын болсақ, бұл қала 30 жылға шамалас уақыттан бері қайта қолға алынып, тарихшы ілімпаздарымыз тарапынан қазу жұмыстары нәтижесінде үйреніліп шығылмақта. Бұнда қаланың елі де ашылмаған тарифлері, халқымыздың жасау мәдениеті, тұрмыс өзгешеліктерін ілімпаздарымыз терең үйреніп шығуға әрекет етпекте. Кердер, айуан қаланың топографиясы, хронологиясы һәм стратификациясына қосымшалар кіргізуде профессор Мырзамұрат Мәмбетуллаев басшылығында тұрақлы зерттелгенін көреміз. Қазу жұмыстары нәтижесінде бір қанша бұйымлар, теңгелер, мыс тиыллар, оқжай ұшылары һәм тағы басқа тарихымызға дәрек нәрселер табылмақта. Бұл арқылы халқымыздың неменен шұғылданғандығын, сауда-саттық байланыстарының қандай дәрежеде болғандығын анықтауымызға болады. Бұл қаланың материалдық мәдениеті текарынан 2 дәуірді өз ішіне алады. Біріншіден, 7-8 әсірлерде айуан қала халқы зарастризм дініменен
мәдениеті дәуірінде қалыптасқан болса, екіншісі 9-11 әсірлерде Кердер қаласы Шығыс Араб халифаты құрамында болып, бұл жерде ислам мәдениеті һәм цивилизациясы қалыптасканлығын тарихи мағлұматтардан біліп алуымызға болады. Кердер қаласын қазу нәтижесінде қала орайындағы тұрақ жайлардың орны тексерілді. Нәтижеде 3 мәдени қабаттан ібарат стратификациясы дәлелденді. Кердердің арқа батыс тарапындегі диуалларының құрылысы ені 5 метр, тереңлігі 4 метр екенлігі анықталды. Кердер қаладағы отыршы халықтың жасау шариатынан келіп шыққан бір қанша затлар дәлел сипатында табылмақта. Барлық мәдени мирасларды картотека қылып, тәртіпке келтіріп, дастиярлы мираслардың ішінде 3 аяқлы бронза котел бар еді, қазанша дейді. Біз соны мырзаға көп жылдар іздертіп, соны жарыққа шығарды, әлемге танытты. Бұл бронза дәуіріне тиесілі 3 аяқлы котел Индияда, Қытайда, Сибирьде бар аналогы. Һәм біздің Қарақалпақстанда сақланған. Демек, үстірттегі арал бойындағы сақ массагетлер заманының мирасы болды. Бізде студент уақытымызда академик Сабыр Камал АМТР журналында бір мақала шығарды. Жаңадария бойындағы, Қуандария, Сырдария бойындағы қарақалпақтардың естелігіне барамыз, соны қазамыз. Соған пенсияның студенттері қатынасты жақсы болады деп. Сөйтіп, журналды оқи сала қуанып, біз жігіт Сабыраға барғанбыз. Біздердің бірінші археологиялық саяхатымыз Қорғаншадан басланды. Қорғаншаның 2 қатарлы диуалы бар екен, соны қаздық. Сонда табылған затларды біздерге жұмбақ болып қалды. Сонда айтып, Кердер деген қала болған екен, Қоғлан Батырдың қаласы болған. Мен сонда әрбір қанада үйдің ішінде мүйшілеріне күзеге салып бір асық, бір теңге қояды. Бұның сырын білмей жатырмыз деп. Елігі деймен білмеймен. Бір сыр ғой бұл. Неге ол күзеге бір тиын, бір асықты салып көміп қояды, жасыр. Біздерден кейін келгендер сөйерде Құмай ананың суретін тапты. Бұлам түркі қауымдарының анасы, яғни аял қызлардың, ошақтың қамқоршысы болған. Ғаресіздік жылдарында тарихымызды үйренуге деген ітібар күн сайын қолға алынып, бұл бағдарда ілімпаздарымыз жақсы жұмыстарды ережелестіріп, күтілген мағлұматтарды алуға еріспекте. Кердер қаласына тиесілі мағлұматтар болса, еледе жаңаланып, қайта зерттелініп, тарихымыздың жаңа бетлерінің ашыла беретұғылығына негіз болары анық. Әлбетте, өз дәуірлерінде гүрлеп рауажданған, үлкен цивилизация орайы қызметін атқарған бұл қала әрдайым өз құшағына еле ашылмаған сырларды жасырып тұрғалығын аңлатқандай болады. Ойлаймыз, келешекте бұл қаланың сырлары әдеуір ашылып, жаңа деректерден саза беріле береді. Қадірлі достар, өздеріңіз көріп куәсі болғаныңыздай, Нүкіс райондағы Айуан қаладағы бүгінгі күнде қолға алынып отырған істер хақында кеңірек сөз еттік. Әлбетте, биылғы жылдың күз айларында үлкен бір ilmiy konferensiyalarning o'tkazilishi kutilib o'tiribdi. Albatta, o'sha konferensiyaga biz bilamiz, sirtdan Rossiya mamlakatidan, chet mamlakatlardan bir qator olimlar keladi. Bu qaladagi ochilib o'tirgan so'nggi жаңалықтар haqida ulkan bir ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Uning bilan biz bugungi ko'rsatuvimizni jumoqlaymiz. Kelesi telefon soatlarida sizlar bilan qayta ko'rishguncha deymiz. Sog' salomat bo'ling do'stlar.